Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен кесел сусынын дайындайтын боламыз. Кесел сусыны басқа сусындарға қарағанда адам ағзасына өте пайдасы көп. Сондықтан да жиі дайындап ішіп тұруға кеңес беремін. Жалпы кеселді барлық азық-түлік сататын дүкендерден табуға болады. Әр түрлісі болады. Мен осындай түрін таңдадым. Әр түрлі жеміс қосылған. Ең алдымен 1 литр суымызды кастрөлге құйып, отымызға қойып аламыз. Сонан соң 1 стакан суға кеселді салып, жақсылап ертіп аламыз. Кесел қант сияқты болады, сондықтан ерігенше жақсылап араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, маған тіркеліп алыңыз. Бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей сумен бірге жақсылап араластырып ерітіп алдық. Енді жаңағы дайындап қойған суымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Суымыз қайнап кетпеу керек, қайнағанға жақын қалғанда қосып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң дәл осылай қайнай бастағанда астындағы отты өшіреміз. Және бір араластырып, бетін жауып, бөлме температурасында суытамыз. Міне бізде суыды бөлме температурасында. Осындай қоймалжың өте нәзік сусын болып шығады. Енді бұл сусынды арнайы соқ құятын ыдыстарға құйып, холодильникте сақтай берсеңіз болады. Балаларға жылы күйінде беруге ұсынамын. Кеселдің құрамы табиғи болғандықтан балаларға дүкендегі соктарды алып бергеннен гөрі осы кеселді алып үй жағдайында дайындап берсеңіздер өте пайдалы болады. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.